Билік партиясы қатарында алаяқтықпен айналысатындар бар. Өскемен қаласы тұрғындарының бірі қаладағы белгілі кәсіпкер. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының мүшесі жұмысшыларының зейнетақы қорына бөлінген қаражатын жымқырып қойғанын айтады. Істің мән-жайын тілшіміз анықтап көрген болатын. Ольга Соловьева әкесінің құрылыс фирмасында 8 жыл жұмыс істегенін айтады. Кәсіпорынның бастығы Бауыржан Омарханов қаладағы белгілі кәсіпкер және Нұр Отан партиясының мүшесі. Ольга жұмыс беруші әкесінің еңбек ақысынан зейнетақыға деп ақша ұстап, алайда оны қорға аудармады дейді. Бірнеше жыл бұрын әлеуметтік жауапкершіліктен қашты деп Нұр Отандық кәсіпкерді сотқа берген. Когда мы узнали, что ЗНКИ... Біз жағдайды білген кезде-ақ ішкі істер басқармасына барып, Омархановтың үстінен арыз жаздық. Бізге сотқа шағымданыңдар деді. Ол жерге есепшілерді шақыртты. Есепшілер ақшаның ұсталғанын айтты. Бірақ қаражаттың зейнетақы қорына Омархановтың бұйрығымен аударылмағанын жеткізді. Ал сотта дәл осы кәсіпорыннан бір емес бірнеше жұмысшының зардап шеккені анықталған. Не переводилось технологу. Технологтың да зейнетақы қорына ақша аударылмаған. Әкеммен жұмыс істеген тағы 5 адамды таптық. Олардың барлығы да растап отыр. 5 жылдың ішінде Ольганың әкесінде миллионнан аса қаржы жиналған. Әділдікке қол жеткізе алмаған отағасы 2 жыл бұрын қайтыс болған. Ал қызы әлі күнге мемлекеттік органдардың табалдырығын тоздырып жүр. Қорға түспеген ақшаны қайтарып алуға және кәсіпкерді жазалауға қандай да бір көмек күтеді. Әзірге нәтижесіз. Бұл мекеме 2012 жылдан бастап жұмыс істемейді. Өзінің жұмысын тоқтатқан. Салық органдарына тек қанандай нулевками есеп айырсады, отчет береді екен. Директор тағайындалмаған, главный бухгалтер орында тағайындалмаған, мекеме жоқ бүгінгі күнде. Сондықтан біз арыз иесі Соловьева келген кезде бұл кісіге толығымен түсіндірме жасап бердік. Ендігі бұл кісінің баратын жер тек қана сот арқылы. Сот арқылы өзінің осы алатын берешегін өндіріп алуға ол кісінің толық құқығы бар. Шағымданушыға азаматтық іс арқылы сотқа жүгінуге шақырыпты. Алайда жергілікті шенеуніктер мен құзырлы органдардан сенуден қалған ол Ақордадан көмек сұрауға ниетті. Нұр Отанның төрағасына аймақтағы мүшелерінің партия имиджіне нұқсан келтіріп жүргенін айтқысы келеді. Ақботам Сабекқызы, Жанар Асылханова, Қамбар Керейбаев, Казахньюс, Өскемен.